Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Мінекей біз қойға маштың мынандай паясын түсіріп жатырық. Қыста жейтін. Мінекей. Бұдан маш тазаланып алып қалған ат қойды ғой. Арасында біраз ашылмай қалып кеткен маштар бар. Мына ішінде міне маштар бар осындай. Мінекей. Осы маштарды жеп қыста қойлардың күйлері жақсы болып тұрады. Бір телешке түсіріп, тағы 2 телешке түсіреміз. Сосын міне астына мынандай топан қалған. Маш тазаланып, одан қалған мынандай топан. Жем сияқты. Осыны үстіне төгеміз, сөйтіп арасында араласып кетеді. Қойлар жеп жатқан кезде осылармен араластырып жейді сөйтіп. Қойлар қыстан азбай шығады. Мінекей, мынау топан үстіндегі. Осының үстіне төгеміз. Жантақтың орнына. Бұны жылқы, сиырда жақсы жейді. Осындай маштың паясын түсіріп отырмыз. Бұны жаңбыр қар жауып кеткен күндері осыған қамақ қоясын. Осын жеп тұра береді. Кейде демалғың келген күндерде осыған кіргіз қойсаң, бақпай қойсаң болады. Бұл міне зимний қорада тұр. Қыста да жақтағы сетті қорада тұра береді деп жатырмыз. Егерде қыс суық болатса, мына паяның өзін сетімен қоршап қойларды мына жаққа жібереміз. Мінекей, сіздерде осындай маштың паясы болса, жантаққа қарағанда осы жақсы. Осындай түсіріп алыңыздар. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.